Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы Казакстандын жартастарга салынган ижелгө суреттери. Сабактын максаты Казакстандын жартастарга салынган ижелгө суреттери жайлы сипаттоо. Зерттөө сурагы таска салынган суреттер ижелгө адамдардын дүйнө таанымын калай бейнелейди. Алдарыңызда энди бейне таспа ұсынууга алып отурмун. Мукуят тыңдаңыздар.
Ал балалар, сұрақтарға жауап берейік. Алғашқы адамдар неліктен бұл суретті салды деп ойлайсыздар? Олар қандай ойды білдіргісі келді? Ойланайық. Жарайсыздар. Бейнебаянда мұқият көріп, қойылған сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Осыдан бірнеше жыл бұрын өмір сүрген адамдар өз үңгірлеріне өмірдің ең басты аспектілерін таңбалап кеткен. Бұл ең бірінші өздерінен кейінгі ұрпақ үшін жасалған әдіс. Біз осы суреттерге қарап, бұрынғы адамдардың қалай өмір сүргендігін, немен айналысқандығын біле аламыз. Бұндай суреттер әлемнің түкпір-түкпірінде бар, тіпті қазақ даласында да тұнып тұр. Соның бірнешеуі туралы сөз қозғап көрмекпіз. Әртүрлі пішіндегі күн басты бейнелері күнге табынушылықты білдіреді. Олар бастарына күн сәулесін шашқан адам кейпінде көрсетілген. Сол сияқты баян жүрек ескерткіші, тамғалы ескерткіші, ақ бауыр ескерткіші, тамғалы петроглифтері Қазақстанның аумағында петроглифтердің көп мөлшері шоғырланған жерлердің бірі Алматы қаласының солтүстік батысында орналасқан тамғалы шатқалында осыдан 5000 жылдың сурет салынған. ЮНЕСКО-ның қарамағында тамғалы ескерткіші 2004 жылдан бері әлемдік мұралар тізіміне енгізілді. Жартастарда күн басты құдайлар, дөңгелекті арбалар, адамдар, жануарлар, аңшылық көріністері, құрбандық шалу діни рәсімдері бейнеленген. Баян жүрек суреттері Алматы облысында Ақсу ауданының Қапал ауылынан шығысқа қарай 25 шақырым жерде. Жетісу Алатау сілеміндегі Баян жүрек тауының сақталған жартастағы суреттер. Олар құрамы мен мазмұны жағынан алуан түрлі. Суреттердің арасында қола дәуіріне жататын басының жан жағынан шашыранды таралған 7 сәулелі көмкерген 2 ғажайып бейне бар. Баян жүрек суреттерінің ішінен сақ және ғұн сармат кезеңіне жататын көріністер деп кездеседі. Жартастағы суреттердің көпшілігі негізінен салт атты сарбаздар бейнесінде берілген ежелгі түрік дәуірін сипаттайды. Ақ бауыр үңгірі қола дәуіріне сақталған ескерткіш. Суретті үңгір шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданындағы Бестерек ауылынан солтүстікке қарай 3 шақырым жерде Ақ бауыр тауының етегінде табылған. Ақ бауыр үңгір таудың етегінден 5-6 метр биіктікте орналасқан. Оның алдындағы алаңда діни жиындар, құрбандық шалу тағы да басқа рәсімдер өткізілген. Үңгір қабырғасында қызыл күрең түсті оқырамен тағы да басқа осыдан 3000 жылдық басында салынған суреттер бар. Негізінде қос аяқты арба, өгіз, таутеке суреттері көп безендірілген. Олардың айналасында әртүрлі ерексіздіктер, 3 бұрышты, 4 бұрышты адам бейнеленген. Бұл суреттерді жердің құнарлы болуына, мал жанның өсуінен білдіреді. Оқушылар, жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз, яғни осы жаңа сөздердің мағынасын ашып жазасыздар. Тотемизм, петроглиф, пиктография, магия. Тотемизм деген не? Тотемизм жауаптары: рулық қоғамдағы адамдар тобының шығу тегін жануарларға, өсімдіктерге немесе табиғат құбылыстарына байланыстыру негізінде қалыптасқан сенім мен әдет ғұрып салт-дәстүр сананы күрделі жүйесі. Петроглиф дегеніміз не? Петроглиф ол тас, яғни жазу, тақта тас, жартастарға салынған сурет деген бейнелер. Пиктография деген не? Пиктографияда жазамын, яғни сурет жазу. Пиктографиялы жазу шартты түрде бейнеленген суреттер арқылы тілдік формаға емес, яғни тек ойды, ұғымды білдіретін ертедегі жазудың түрі. Оқушылар ары қарай ақпараттық жұмыс, яғни зерттеу сұрақтары беріліп отыр. Ойланайық.
Тасқа салынған суреттерді қалай деп атаймыз? Неліктен тасқа қашап салынған суреттерде жануарлар бейнесі көп кездеседі? Үшіншіден, тамғалы петроглифті Қазақстанның қай аймақтарында кездеседі? Төртіншіден, Қазақстанның ең танымал петроглифтерін атаңдар. Сұрақтардың жауаптары. Жартастарға салынған суреттер, бейнелерді оларды петроглифтер деп атаймыз. Екіншіден, адамдардың шығу тегі жануарлар мен өсімдіктерге байланысты болғандықтан аңшылықпен кәсіп еткен. Үшіншіден, тамғалы петроглифтері Алматы қаласының солтүстік батысында орналасқан тамғалы шатқалында көп кездеседі. Төртіншіден, ең көп салынған суреттер күн басты құдай, баян жүрек ескерткіші, тамғалы ескерткіштері, ақбауыр ескерткіштері жатады. Жартасты таңба суреттерді ежелгі дәуірдегі палеолит, неолит, қола, темір кезеңдерін адамдар қалдырған өнер шығармалар деп түсінеміз. Ал енді оқушылар бүгінгі сабағымыздың деректеріне сүйене отырып, басты негізгі үй жұмысын аласыздар. Басты негізгі тірек сөз петроглиф деп аталады. Осы петроглиф сөзіне сөз жұмбақ құрасыздар. Сау болыңыздар.